Неге 500 миллион араб 10 миллион еврейді жеңе алмайды? Бұл сұрақ алғаш естігенде қарапайым сияқты көрінеді. Сан жағынан айырмашылық орасан. Жүздеген миллионға қарсы небәрі 10 миллион. Логика бойынша нәтиже әлдеқашан белгілі болу керек еді. Бірақ шындық мүлде басқаша. Бұл жерде тек сан емес, жүйе, стратегия, технология және сана деңгейі шешуші рөл ойнайды. Бәрі Израиль мемлекетінің құрылуынан басталады. 1948 жылы картада жаңа ел пайда болған сәттен бастап, ол бірден бірнеше араб мемлекеттерінің қоршауында қалды. Египет, Сирия, Иордания және басқа елдер бірігіп, жаңа мемлекетті жоймақ болды. Бірақ дәл осы алғашқы соғыстың өзі үлкен шындықтықты көрсетті. Соғыста тек сан емес, дайындық пен басқару маңызды. Мысалы, 6 күндік соғыс 6 күн. Бар болғаны 6 күн ішінде Израиль бірден бірнеше елдің әскерін талқандады. Бұл қалай мүмкін болды? Себебі Израиль алдын ала соққы берді, әуеден үстемдік орнатты және нақты жоспармен әрекет етті. Ал қарсы тарапта үйлесім мен біртұтас стратегия жетіспеді. Тағы бір маңызды фактор – технология. Израиль әлемдегі ең дамыған әскери технологиялардың біріне ие. Оның ішінде аты аңызға айналған Iron Dome жүйесі бар. Бұл жүйе жүздеген зымыранды ауада жойып, қалаларды қорғайды. Яғни қарсы жақ қанша шабуыл жасаса да, оның тиімділігі күрт төмендейді. Бірақ тек техника емес. Ең бастысы адам факторы. Израильде әскери қызмет міндетті. Елдің әрбір азаматы дерлік соғыс жағдайына дайын. Бұл қоғамда өмір сүру үшін күресу деген түсінік өте терең қалыптасқан. Өйткені олар үшін бұл жай саясат емес. Бұл өмір мен өлім мәселесі. Ал араб әлеміне қарасақ, ол біртұтас емес. Иә, саны көп. Бірақ әр мемлекет өз саясатын жүргізеді, өз мүддесін қорғайды. Біріккен армия бір орталықтан басқарылатын стратегия жоқ. Көп жағдайда ішкі қайшылықтар сыртқы қарсыласқа қарсы күшті әлсіретеді. Сонымен қатар Израильдің артында ірі қолдау бар. Ең бастысы Америка Құрама Штаттары. Бұл тек қару емес, қаржы, барлау, технология, дипломатиялық қолдау. Яғни Израиль жалғыз емес. Тағы бір нәзік, бірақ маңызды фактор – сапа мен санның айырмашылығы. Тарихта талай рет дәлелденген. Жақсы дайындалған, ұйымдасқан аз әскер әлсіз, бірақ көп әскерді жеңе алады. Бұл ежелгі заманнан келе жатқан заңдылық. Қорытынды қарапайым, бірақ көп адам ескермейтін шындыққа тіреледі. Соғысты сандар емес, жүйе жеңеді. Стратегия жеңеді. Технология жеңеді. Ал ең бастысы, бірлік пен мақсат айқындығы жеңеді. Сондықтан неге 500 миллион 10 миллионды жеңе алмайды деген сұрақтың жауабы, олар ешқашан 1,5 миллион болып соғысқан емес. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.